Арнамның көрермендеріне жалынды сәлем. Күндеріңіз сәтті өтсін. Жаңа сериал арнасына тіркелген әрбір көрермендерге алғыс білдіремін. Бүгін сіздерге 69 және 70 бөлімді ұсынамын. Егер видео ұнаған болса, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ендеше бірге тамашалайық. Махир мен Жанфиза Озанның даусын естігеннен кейін дереу тығылып қалады. Кенет Иклал Озанды "Біреу менің басымнан ұрды, көрмедім" деп көмекке шақырады. Озан төменге түсіп, әлгі есікті қызметшісіне ашқызып, сол бөлмеге енеді. Махир екеуі оларды бақылап тұрады. Озан бөлмеге кіргенде Гөкченің жоғын байқайды. Ол Иклалға "Бұл қыз қайда қашып кетті" деп айқайлайды. Махир екеуі үйден кетпек болады. Озан Иклалға "Сен камераларды өшірдің, оларды үйге кіргізіп, Гөкчені беріп жібердің" деп күдіктенеді. Иклал жалынумен болады. Кенет ол Ханданның айтқанын істедім деп мойындайды. Озан анасына звондап "Сен не істедің, Гөкчені қайда жібердің" деп сұрайды. Хандан оған "Ол қыздан бас тарт, оның шаруасы бітті" дейді. Оны Сара естіп қалады. Махир Жанфизаға "Енді көз жеткізген шығарсың" дейді. Салих Ферманға "Біраз тынышталарсың, шарамызды өткізейік" дейді. Ферман некесі қиылмағанына ызылдап жүреді. Ол Эфсанаға "Әкем келгенше кетіп қалайық" дегенде, ол болса "Ата-анаң алдыма келіп қолымды сұрамайынша бұл үйден кетпеймін" дейді. Жанфиза Махирге Сара звондағанын, Озан мен анасының Гөкче туралы әңгімелесіп жатырғанын естігенін жеткізеді. Озан анасымен ұрсады. Ол "Гөкче қайда" деп сұрайды. Анасы ештеңе айтпайды. Ол анасына кек алуды ойлайды. Жанфиза ұйқысынан тұрғанда Махирдің хаттарын көреді. Ол оған тапсырмалар беріп, таңғы ас әзірлеп, қыз мұнарасына кездесуге шақырады. Озан Гүлизарға келіп, анасының атынан кешірім сұрайды. Бір кезде Кürшатқа Хандан билеп жатырған видеосын салып хат жібереді. Оны Кürшат көріп шошып кетеді. Озан оларға табиғатқа шығуды ұсынады. Олар келіседі. Жанфиза жеке-жайға келеді. Ол Сүриямен әңгімелесіп отырғанда, оларға Афет келіп, Ферман телефонға жауап бермейтінін айтады. Сүрия болса, Фатма сафқа жырпылдап жүр, сақ бол деп ескертеді. Жанфиза оларға "Оған жігіт топ берсеңдерші" дейді. Екеуі ойланып қалады. Афет ойланып, "Менің танысым бар" деп үйге оның телефонын алуға кетеді. Кенет Афет оларға келіп, "Таптым, Шериф мырзамен сөйлестім, ол танысуға келіскенін айтты" дейді. Махир Жанфизаға звондап, бүгінгі кездесу кейінге қалғанын, Хандан Гөкчені Чилиге жасырғанын жеткізеді. Жанфиза оған бірге баратынын айтады. Махир әйелін алып кетеді. Сүрия мен Афет алдын ала жоспар құрып, Фатманың көзінше Шериф би туралы әңгімелесіп отырады. Афет Сүрияға "Ол үйленгісі келеді, ол өте бай, бірақ қартайды, оған кім қарасын" деп жатырғанда, Фатма болса "Мен" деп, ол Афетке келіп "Мені таныстыр" дейді. Махир әлгі шелемдегі диірменге келеді. Ол бұл жерді тінтіп жүреді. Кенет есікті тауып ішіне кіргенде, ілініп тұрған хатты көреді. Ол хатта Хандан баласына "Сен ол қызды таба алмайсың" деген жазу болады. Олар кері қайтады. Жанфиза көлікті айдап келе жатады. Бір кезде олардың дөңгелегі жарылып қалады. Телефондарының байланысы болмайды. Жанфиза мұны Махир әдейі тосынсый үшін жасады деп ойлайды. Екеуі біраз жүріп үй табады. Олар есікті қағып сол үйге кіреді. Кürшаттар таза ауада отырыс жасайды. Кенет Кürшат Гүлизарға арнап ән айтады. Оны Озан видеоға түсіріп отырады. Ол оны анасына жібереді. Оны көрген Ханданның көңіл күйі түседі. Жанфиза мен Махир сырласып отырады. Ол Махирге ешқашан тор тұрып көрмегенін, туған күнін тойлап көрмегенін жеткізеді. Ферман үйге жасырын кіреді. Ол бөлмесіне кіріп, заттарын жинап, әлгі Севдаға сыйлаған алқанын да алады. Хандан Кürшаттың видеосын көріп жылап отырғанда, оған Озан келеді. Ол анасымен сөз таластырады. Екеуі үйге таласып отырады. Озан оған "Бұл менің үйім" дегенде, ол болса Рашид Караның ақшасына алынған үй емес пе дейді. Озан оған "Мен оның күйеу баласымын, бұл үй маған тиесілі" деп, анасына "Әйелімді қайтар" дейді. Ол анасына "Егер Гөкчені қайтармасаң, Сараны енді көрмейсің" деп қорқытады. Сүрия Афет пен Фатманы кездесуге алып келеді. Фатма барын киіп сәнденіп алады. Бір кезде гүл ұстаған Шериф мырза да келеді. Фатма екеуі танысады. Шериф Сүрияға қарап ұнатып отырады. Олар әңгімелесіп бастайды. Бір кезде Шериф Сүрия ұнап қалғанын айтады.
Гүлизар Сара мен Жанфизаға кесте тігіп отырады. Изра оған риза болып, сендей кең жүректі адам менің ұлыма қалай ғашық болды екен дейді. Гүлизар оның сөздеріне, сіз басында маған қарсы болып едіңіз ғой деп таңғалады. Бір кезде оларға Асафтың адвокаты келіп, оған Кемалдан қалған акциялардан бас тарту жөнінде хаттама жазылғанын жеткізеді. Ол, олар менің ұлымды елемейтін болған ба деп көңіл түсіп кетеді. Махир мен Жанфиза әлгі ақсақалдың үйінде керемет уақыт өткізіп қалаға қарай жол тартады. Екеуі бұл жерге тап болғанына таңырқап келеді. Олар неге ауылдан үй алып қоймаймыз деп ойланып қалады. Кенет Махирге Көкше Бейкозда деген хат келеді. Ферман казинода құмар ойын ойнайды. Оларды екі жігіт бақылап тұрады. Оның біреуі Ферманды көрсетіп, бұл Асафтың ұлы екенін біледі. Ол қасындағы жігітке оған ұтуға мүмкіндік беріңдер деп тапсырады. Махир мен Жанфиза әлгі мекен-жайға бұрынғы аяқ киім фабрикасына келеді. Махир оны жоғарға шығарып, өзі төменгі бөлмелерді араламақ болады. Жанфиза келе жатырғанда кенет жарық сөніп қалады. Ол қорқып Махирді шақырып жатырғанда кенет әдемі жарық шамдар жанады. Ол қуанып қалады. Махир оның жанына келеді. Ол музыка қосып, әйелін биге шақырады. Екеуі әдемі уақыт өткізеді. Гүлизар Эфсанамен жекежайға бармақ болады. Алайда Кürшатқа Эфсанамен дүкен аралаймын деп өтірік айтып, әрең дегенде өздері кетеді. Эфсана оған неге жалған айттың дегенде, ол болса шын айтсам жіберер ме еді дейді. Екеуі таксимен кетеді. Сүрия Махирлерге келеді. Ол Жанфизаға кешегі Фатманы таныстырмақ болған адам маған ғашық болды дейді. Ол келініне айтып жатырғанда Махир естіп, Фатмаға күйеу іздеп не шаруаң бар деп ұрсады. Жекежайға Гүлизар келіп, Асафқа құжаттарды кері алып келеді. Асаф оған Кемалға қалғандарының бәрін қайтарасың дейді. Ол болса, бұл менің ұлыма тиесілі дегенде, Асаф оған оны ұлыңа мен бердім, енді кері өзіме қайтарамын дейді. Гүлизар оған қарсы шығып, Кürшатқа ол ақша қызық та емес, бірақ балама тиесіліні тартып алып, оны сызып тастай алмайсың деп кетіп қалады. Фатма Сүрияға сен менің жігітіме көз тіктің деп тиісіп отырады. Бір кезде ол үйге Шериф келеді. Афет одан нағып жүрсің деп сұрағанда, ол аяғына әрең тұрып, сізге құда түсуге келдім дейді. Махирдің кеңсесіне Салех келіп, саған бомба жаңалығым бар деп, Озан мен Көкше ерлі зайыптылар екенін жеткізеді. Махир оған, сонда Озан Рашидтің күйеу баласы ма деп таңғалады. Сара үйге келіп, анасының Озанмен ұрсып жатырғанын естиді. Озан анасына әйелінің қайда екенін айт дегенде, ол айтпаймын деп қырсығады. Озан болса, егер айтпайтын болсаң, мен Кürшатқа барып, Сара сенің қызың емес екенін жайып салам дейді. Сара мұны естиді. Махир Кürшатқа звондап, оны кездесуге шақырады. Шериф Сүрияның қолын сұрайды. Ол болса келіспейді. Кенет оларға Асаф келеді. Ол Асафқа Сүрияға ойы барын жеткізеді. Асаф ашуланып кетеді. Кенет Асафқа бір кісі звондап, ұлың Ферман біздің қолымызда, саған айтарым бар деп Ферманның көмек сұраған видеосын жібереді. Ол әкесіне 17 миллион ақша беріп, мені құтқар, мен өлгім келмейді дейді. Асафқа дем жетпей құлап қалады. Махир Кürшатқа Озан мен Көкше ерлі зайыпты екенін жеткізеді. Олар бұл ақпараттарды оған айтады. Ол оған Озан қауіпті адам, сақ бол деп ескертеді. Озан бір кісіге звондап, Көкшені тауып бер, сенің таныстарың жетеді. Кезінде мен сені құтқарған едім, менің арқамда Флоридада шалқып жүрсің. Оның үстіне Көкше сенің қарындасың деп Селиммен сөйлеседі. Кürшат болса, Селим өлді, Рашид өлді, бұның артында кім тұр екен деп ойланып жүреді. Махир оған Рашидтен тапқан суретті көрсетеді. Кürшат бұл хандан деп әлгі әйелді танып қояды. Махир болса, демек бұл бала Озан ба дейді. Ол Кürшатқа сенімдісің бе дегенде, ол әрине деп жауап береді.